Бүгін біз Америка картасындағы ең ерекше, ең жабайы әрі ең әдемі жердің біріне саяхат жасаймыз. Бұл жерді кейбірі мәңгі мұз елі деп атайды, ал кейбірі соңғы жабайы табиғат мекені дейді. Бірақ бір нәрсе анық, бұл жер туралы әлі күнге дейін сан түрлі миф пен шынайы факты қатар жүреді. Иә, әңгімеміз Аляска туралы. Аляска көп адам ойлағандай жай ғана суық, бос аймақ емес. Бұл ақш-тың ең үлкен штаты, табиғи ресурстарға бай, әншейін мұз бен орман ғана емес, нағыз тіршілік, мәдениет, тарих және таңқаларлық дәстүрлер аймағы. Аляска қалай ақш-қа өтті? Қызығы, бұдан 1,5 ғасыр бұрын Аляска Ресейге тиесілі болған. Сол кезде Америка оны бар болғаны $7 миллион шамасында сатып алады. Көпшілігі сол кездің өзінде ақшаны желге шашты деп сын айтқан. Бірақ уақыт өте келе бұл сатып алу ғасырдағы ең тиімді мәміле болып шықты. Егер картаны кеңейтіп қойсаңыз, Аляска Флоридадан бастап Калифорнияға дейін жететіндей үлкен аумақты қамтиды. Бірақ сол алып жерде Нью-Йорктың бір ауданына жетпейтін халық тұрады. Дәл осы факт Алясканы одан бетер жұмбақ әрі қызықты етеді. Аляскада таксиден гөрі ұшақ көп. Аляскадағы ең таңқаларлық нәрсенің бірі ұшақтар саны. Мұнда жолы аз, ал қашықтық үлкен. Сол себепті адамдар арасында кішкентай ұшақпен қатынау автобустай қалыпты. Тіпті көрші қалашаққа дәрігерге бару үшін де әуе көлігі қолданылады. Ұшқыш болу бұл жерде әуесқой хобби емес, кәдімгі өмір қажеттілігі. Ақша төленетін штат. Тағы бір ерекше факт: Аляскада мемлекет тұрғындарға жыл сайын арнайы төлем жасайды. Бұл төлем мұнайдан түсетін табыс есебінен бөлінеді. Мысалы, 4 адамдық отбасы жаңа жылға қарай $10-12 мың алып отырады. Бірақ бірден осында көшіп алайын деуге асықпаңыз. Себебі ол ақшаның өзіне сай шығында осында. Бір қорап сүт $10-15 болуы мүмкін, интернет айына $200-300. Барлығы қымбат, тасымал қиын, логистика күрделі. Аляска мен Ресей 4 шақырымдық аралық. Аляска мен Ресей арасындағы қашықтық кей жерде бар болғаны 4 күн ғана. Мұз қатқанда тіпті жаяу өтсе болады деген әңгіме бар. Бірақ ең қызығы, осы арада күн мен уақыт айырмасы орын алады. Бір жақта дүйсенбі таң болса, екінші жақта әлі жексенбі кеші болуы мүмкін. Бұл жерді уақыт аралы деп те атайды. Инуиттер солтүстіктің мықты халқы. Алясканың табиғатын сөйлетсеңіз, ол халықсыз болмайды. Мұнда ғасырлар бойы инуиттер өмір сүрді. Олар табиғатты құрметтеген, аңшылықпен, балық аулаумен күн көрген. Әр заттың өз мәні болған. Инуиттер үшін аң терісі, киім, май, жарық, ет, тамақ. Ештеңе далаға кетпейді. Дәл осы қатыгез табиғат оларды төзімді, тәртіпті, мықты етіп өсірген. Интернетте кейбір ескі дәстүрлер туралы талқылау көп жүреді. Бірақ YouTube монетизациясы үшін айқай-шу емес, мәдени түсінік қажет. Сол себепті қысқаша ғана айтайық, сол кезеңде кейбір дәстүрлер сыйластық пен сенімге негізделген еді. Бірақ бұл бүгінгі заманда кеңінен қолданылатын нәрсе емес. Қазіргі Аляска заманауи, заңды, мәдениетті өңір. Хаски жай ит емес, серіктес. Аляскада ит жегілген шана бұрын жалғыз транспорт еді. Қазір бұл спортқа, мәдени мұраға айналған. Хаскилер мен маламуттар жай үй жануары емес. Олар жол көрсетуші, құтқарушы және серіктес. Әр жыл сайын өтетін Идитарот атты жарыс осы дәстүрден қалған. Қарлы жермен мыңдаған шақырымды бағындыру мұнда нағыз батырлық. Полярлық түн және психология. Аляска тек сұлулығымен емес, сынағымен де танымал. Кей айларда күн апталап, кейде айлап көрінбейді. Утиагви қаласында күн бірнеше ондаған күн бойы көкжиекке шықпайды. Бұл адамдарға психологиялық тұрғыдан оңай тимейді. Сол себептен мұндағы халық бір-біріне жақын, жылы, қолдаушы. Денали солтүстік Американың төбесі. Аляска табиғаты фильмде ойлап табылғандай көрініс. Денали тауы, мұздықтар, фьордтар, киттер, вулкандар, бәрі шынайы. Мұнда табиғат адамды таңғалдырудан жалықпайды. Кей қалалар кино декорациясындай. Мысалы, Уитиер деген жерде бүкіл қала бір ғимаратта тұрады, дәрігері, мектебі, әкімдігі, бәрі бір жерде. Аляска асханасы. Мұнда жазда күн ұзақ, тіпті түнде де жарық болып тұрады. Сондықтан көкөністер өте үлкен өседі.
Бірақ ең басты мақтаныш жабайы лосось. Оны кептіреді, қақтайды, пісіреді, қандай түрі болса да, дәмі ерекше. Табиғаттың керемет жаратылысы тағы бір қызық жануар орман бақасы. Ол қыста тоңып, қатып қалғандай көрінеді. Бірақ көктем келгенде қайта тіріліп кетеді. Ғалымдар әлі күнге дейін оның мұндай қабілетін толық түсінбей келеді. Аляска тек үлкен ғана емес, табиғаты жағынан да әртүрлі штат. Мұнда биік таулар, кең тундра, терең фьордтар, мұздықтар мен вулкандар бар. Денали тауы солтүстік Американың ең биік нүктесі, биіктігі 690 метр. Бұл тау тек географиялық ерекшелік емес, сонымен қатар мәдени символға айналған. Көптеген инуиттар мен юпиктер үшін тау қасиетті орын, оны құрметпен қараған. Алясканың архипелагтары да ерекше. Мысалы, Александр архипелагында көк киттерді көруге болады. Бұл өңір тарих бойы аңшылық пен балық аулау үшін маңызды болған. Архипелагтарда әрбір аралда өз мәдени ерекшеліктері сақталған, олар инуиттер мен юпиктердің дәстүрлерімен тығыз байланыста. Юпиктердің мәдениеті Аляска тек инуиттердің мекені емес. Мұнда юпиктер де тұрады, олар негізінен балық аулау мен теңіз өнімдерінен күн көрген халық. Юпиктердің дәстүрі сыйлық беру мен алмастыру рәсімдерінде көрінеді. Мысалы, балық аулаған соң көршілерге бөлісу, бір-біріне құрмет көрсету, бұл тек әдеп емес, өмір сүрудің шарты болған. Юпиктердің өмірі табиғатқа бейімделудің айқын мысалы. Қыста аязда, қарда, желде оларға әрбір ресурс, өмірлік маңызы бар. Табиғатпен үйлесімді өмір сүру олардың мәдениетінің негізі. Аңшылық пен табиғатпен үйлесім Аляскадағы ежелгі халықтар, инуиттер мен юпиктер табиғатпен толық үйлесімде өмір сүрген. Олар тек аңшылықпен күн көріп қана қойған жоқ, сонымен қатар табиғатты сақтау мен оны келесі ұрпаққа жеткізу дәстүрін құрметтеген. Мысалы, аңшылықта әрбір аңның әр бөлігі пайдаланылады. Ет тамаққа, тері, киім мен қондырғыға, май отынға немесе жарыққа. Тіпті сүйектер мен тіс құрал жасау үшін қолданылған. Бұл табиғатты тиімді пайдалану және өмір сүрудің ежелгі стратегиясы. Тарихи жолдармен байланыс Алясканың тарихында географиялық орналасу өте маңызды болған. Ресей мен ақш арасындағы қатынас, Берингов проливі арқылы саяхат пен сауда жолдары қалыптасқан. Бұл пролив арқылы түрлі халықтар арасындағы байланыс, ақпарат алмасу және тауар жеткізу жүзеге асқан. Кейіннен ақш Алясканы сатып алған соң, бұл аймақ стратегиялық мәнге ие болды. Мұнай мен балық қорлары экономиканы дамытты, бірақ ең бастысы, халықтың тіршілігін қолдау жүйесі құрылды. Постоянный фонд дивидендтері дәл осы тарихи шешімнің нәтижесі.